Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті темір жол көлігімен улы заттарды тасымалдау кезінде туындауы мүмкін төтенше жағдайлардың алдын алды. Бұл мақсатта құтқарушылар темір жол қызметкерлерімен бірлесе тактикалық оқу-жаттығу шарасын өткізді. Жоспар бойынша темір жолшы цистернаның астыңғы бөлігімен тамып тұрған ақшыл сары түсті сұйықтарды көріп, оны не екенін анықтау барысында химиялық затқа уланып, ес-түссіз құлап қалады. Машинист болған жағдайды көріп, станция кезекшісіне хабарлайды. Алдымен оқиға орнында әскери темір жол күзеті қызметкерлері жетеді. Олар желілік полиция бөлімімен бірге қауіпті аумақты қоршап, зардап шеккендерді оқиға орнынан алып кетеді. Одан кейін арнайы костюм киген төтеншеліктер келіп, апатты жоюға кіріседі. В соответствии с организационными указаниями. Бүгін төтенше жағдайлар министрі Сырым Шәріпхановтың пәрменімен оқу-жаттығу жұмыстарын ұйымдастырдық. Алматы бір станциясында ойдағыдай өтті деп айтуға болады. Оқу-жаттығудың басында жеке құрамға, техника мен жабдыққа тексеріс жасалып, қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық өткізілді. Айта кетейік, оқу-жаттығуға қалалық төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамынан 124 адам мен 21 техника жұмылдырылды. Төтеншеліктерге тыныс алу органдарын қорғау құралдарын және улы аумақта жұмыс істеуге арналған арнайы костюмдер берілген. Осы станцияда біз осындай төтенше жағдайлар іс-шарасы болған жағдайда біз әрдайым тез, жылдам көмек көрсетеміз. Оқу-жаттығулары биылдыққа міне уже осы екінші жаттығу болып жатыр. Жаттығулар әрдайым жасалып тұрады. Ол әрбір станция бекеттерінде осындай жағдайлар жасалып жатады.